Бисмилля. Қандаланы бір дәрілеп кетіру үшін толық дәрілеу керек. Жақсылап біліп алу керек, немен дәрілейсіз, қалай дәрілейсіз. Содан кейін барып дәрілеу керексіз. Осы біздің каналда видеолар бар, соларды толық қараңыз. Мынау маманның бір дәрілеп, есікті жауып кеткеннен кейін 2 тәуліктен кейін келсе, осылай барлығы қандалалар міне өлмейді дейсіздер, барлығы қурап өліп жатыр. Өлген кезде осылай аяқтары жиырылып қалады. 2 күннен кейінгі әсері бұл, яғни дұрыс дәріленген пәтер. Егер дұрыс дәріленбеген жағдайда қандалалар жыбырлап жүреді, немесе 1-2 өліп қалғандары жайлап жүріп жатыр дейді, біреулер айтады, жүгіріп жүр деп айтады. Ол дәрінің дұрыс пайдаланбағаны бірінші, екінші барлық жерді толықтай дәрілемеуден, немесе өзіңіз маман емессіз, дәріні дұрыс пайдаланбадыңыз, немесе сіз дәрілейтін дәрі қандаланың суреті болғанмен сыртында, бірақ ол қандаланы өлтіретін дәрі емес. Сол үшін егер дәрі дұрыс болмаған жағдайда сіз толық дәрілеп шыққаныңмен ол өлмейді. Немесе сіз толық дәрілеп шықтыңыз, дәріңіз дұрыс болса да, солай екеуі бірдей болу керек қой. Дәріңіз дұрыс болу керек және барлық жерді толықтай дәрілеу керексіз. Сонда бір жасағынан құтыласыз. Бұл тек қана адамның қанымен ғана тамақтанады қандала, басқа нәрсемен қоректенбейді. Және қандаланың 300 күн бойы адамның қаны болмаса өлмейді екен. Яғни 1 жыл шамасында өмір сүре береді екен. Үйді жауып кету ол шешім емес. Үйді жауып кеткен күнде де ол 1 жылдың ішінде келсеңіз, қайтадан қанды жеп ары қарай өмір сүріп кете береді екен. Қандаланы кетіру үшін міндетті түрде маманды дұрыс таңдау керек. Дезинфекция маманын дұрыс таңдау керексіз. Және оған мұқият қарау керексіз. Сөйлескен кезде өзі болады ғой, маман дұрыс маман ба, өзі біледі ме, білмейді ме, сол жағындан мұқият қарайсыз. Және қазіргі біздегі жақсы әсер етіп жатқан дәрі блокада антиклоп. Бұл блокада антиклоп та біраз уақыттан кейін бұның да күші оған жетпей қалатын болады. Өйткені қандаланың ағзасы дәріге үйреніп жатады. 2 жылда, 1 жылда дәріні ауыстырып тұрамыз. Бұрынғы кезде иісі бар дәрімен дәрілесек, қазір иісі жоқ блокада антиклоппен дәрілейміз. 1-2 жылда ол да әсер етпей қалып, басқа да дәрі пайдалануымыз мүмкін. Қандала өзі ағзасы дәріге үйреніп алған қандаланың баласында өзі солай туады екен. Ол да уже өмірге келген кезде ол да сол дәріге ағзасы үйреніп туылады екен. Бір дәрілеген дәріні 2-ші рет пайдалануыңызға болады. Аптасын 1 апта қойып, 1 рет дәріледіңіз, 1 суткаға жауып кеттіңіз, 1 суткадан кейін тағы да сол дәріні пайдалансаңыз болады. Егер ол дәрі әсер етпей жатса, әсер етсе де әсер етіп жатыр, өлгені бар, бірақ тағы да шығып жатқан жағдайда, онда 3-ші обработка деп айтамыз. Ол кезде дәріні міндетті түрде ауыстыру керек болады. Сіз блокада антиклоппен дәріледіңіз, 2 рет дәріледіңіз, әсері болды, бірақ тағы да шығып жатса, онда 3-ші дәрілеуде дәріні өзгерту керек. Жаңағы сіздер пайдаланып жүрген агран, палач деген өте қауіпті дәрілер, солардың несін жақсылап біліп алып, сонымен дәрілеуге болады. Міне өлмейді дейсіздер, бұл плинтустардың арасына тығылады. Плинтустың сыртына шығып отыр. Плинтустарды айналып дәрілеп шыққанбыз. Бұл пустой квартира еді. Бұл пустой квартирада адамдар тұрмайды. Ремонт жасап тастаған. Сол ремонт жасап жатқан кезде шығып жатқанын байқаған. Содан кейін біздің номер, осы номерге хабарласты. 1 рет дәрілеп 2 күн жауып қойғаннан кейін барып, осындай әсері болды. Бұл пәтерді 2 рет дәріледік. Одан кейін 2 рет дәрілеп қойып, арасында 1 апта уақыт болды. Үйде ешкім тұрған жоқ. Өйткені бұл
ремонт жасатқан, өзі жаңартайын деп қандаланың бар екенін квартираны айтпай кеткен. Оны ремонт жасап жатқан адамдар ғана байқап, содан кейін айтылған, ремонт жасалып болды, пустой квартира, соған дезинфекция 2 рет жасалынды. Және тағы да бір кетпей жататын жағдай, үйде заттар өте көп болған жағдайда. Көрпе төсек көп болған кезде адамдар көрпенің бәрін дәрілеуге шаршайды. Сондықтан біреусін дәрілеп, біреусін дәрілемей қойып атады. Немесе заттар өте көп болғанда әйтеуір бір жеріне шашылмай қалуы мүмкін. Сол кезде қандала сол жерде қалып қалады. Және бір дәрілеуден кейін үйдің бәрін толық жуып тастамау керек. Тек қана пайдаланатын көрпелеріңіз жаңағы соларды ғана жуасыздар. Көрпелер негізі мақталы көрпелер жуылмайды. Синтетика, синтефон болса ғана өзіңіз пайдаланатын болсаңыз жуасыз, немесе простыня, пододеяльник, наволочка соларды жуып алып пайдалана бересіз. Дезинфекция жасалған квартираға генеральный уборка жасалмайды. Полдың бәрін жуып тастамайсыз. Только пылесоспен ғана тазалап аласыз. Міндетті түрде 1 сағат кіргізу немесе 1-2 сағат таза ауа кіргізу міндетті. Терезелердің бәрін ашып, үйден шығып кетіп, одан кейін барып уборка жасауға болады. Уборка только влажный, только пылесостап шыға салсаңыз болады. Егер балаңыз кішкентай болып еңбектейтін болған жағдайда ғана бала жүреді-ау деген жерлердің бәрін кір жуатын сабынмен жуу керек. Дезинфекциядан кейін ешқандай химикат пайдаланбаймыз. Мысалға, белизна, хлор, олардың ішінде де химия бар. Біз пайдаланған дәрі де ол химия. Екі химияны араластырсаңыз, ол кері әсер береді. Денсаулыққа зиян ол, одан ол өліп қалмайды. Белизнадан өлмейді олар. Просто сіз өзіңіздің денсаулығыңызға қауіп төндіресіз. Сондықтан кір жуатын сабынмен жуамыз, немесе ас содасымен, немесе жай сумен жуу керек. Тағы да айтамыз, кез келген сыртында қандаласы бар, суреті бар дәрілерді пайдалана бермейміз. Әбден дезинфектор мамандары пайдаланылған, қазір жұрттың бәрі пайдаланып атқан, осы қандаланы өлтірді деген мамандар пайдаланып жүрген дәріні пайдаланамыз. Жалпы өзіміз дәрілемейміз. Солай айтқан күнде де өздері дәрілеп атқандар бар. Хабарласып үйіне дәрілеуге шақырып, барайын десем, кеше сондай жағдай болды, барайын десек, өзім дәрілеп қойдым дейді. Ондай кісілер бар, өздері дәрілеп, шаршап, неше ақша дәріге құртып, сосын жүйкесі тозып, қайтадан хабарласатын уақыттар болады. Көп болады ондай жағдай. Немесе маған звондауға ұялып, басқа дезинфекторларға звондауы мүмкін. Неше дәрі алдыңыз, дәрінің бәрі тегін емес, бәрі қайсысы 2000 теңгеден астық. 2000 теңгелік ол 50 мили ғана. Сізге 50 мили бір бөлмелі пәтерді дәрілеуге жетпейді. Егер заттарыңыз көп болса, екеу немесе одан да көп дәрі кетеді. Және оны араластыратын тағы бір құты аласыз, ыдыс шашатын ыдыс, маска аласыз. Сонымен сол бір бөлмелі квартираның дезинфекцияға төлейтін ақшаңыз кетеді. Және ол сіз өзіңіздің бөлмеңізде өлгені өліп, өлмегені жүреді, және сіз оны ондай жағдайда көршіңізді қандаламен қамтамасыз еткізесіз. Олар жәні бар, қай жер тыныш сол жаққа қашады, пысықтары. Немесе коридорға шықса, егер домда тұрсаңыз, ол көршіге барады. Ол айналып келіп, әйтеуір сіздің квартираңызға 6 ай, 7 айда, 1 жылда кейде қайтадан қайталап дәрілеп атамыз. Сондай жағдайда өзіңізге қайтадан келуі мүмкін. Біздің осы каналда дәріні қалай араластырамыз, қалай пайдаланамыз, қай жерге шашамыз, қай затты қалай дәрілейміз, мысалға көрпелерді қалай дәрілейміз, әр көрпені жеке тастап дәрілеу керек. Және простыняны бөлек, наволочканы бөлек, кремді бөлек, үйде не бар, соның бәрі толық дәрілену қажет. Сол толық видеолар осы каналда бар.
даусын шығарып тыңдап, мұқият тыңдап көрсеңіздер болады. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің каналға тіркеліп кеткендеріңіз, лайктарыңыз бізге өте қажет. Өйткені қандала жайында ақпарат өте аз. Ақпарат беріп жатқандар бар, ютуберлер, ютуб каналын үйреніп жатқан көп адамдар тыңдап шықтым. Ақпарат толық емес, дұрыс емес, соларды тыңдап әртүрлі нәрселер жасап жатқандар бар. Түрлі порошоктар пайдаланып жатқандар бар. Порошоктармен қандаланы дәрілемейміз. Қандала тек қана жерде ғана жүрмейді. Сіз порошокты жерге шашсаңыз, мысалға диванға шашсаңыз, ол көрпеге кетеді. Көрпеге шашсаңыз, кілемге кетеді. Кілемнен кейін ол потолокқа шығады. Потолокқа порошокты себе алмайсыз. Сепкенде де ол бері қарай өзіңізге құлайды. Оны осындай сұйықтықпен дәрілейміз. Міне қандаланың өлген түрін көріп жатсыздар видеода. Қурап қалған, осылай қурап қалады. Ол сосын қайтадан тіріліп кетпейді. Қайтадан тіріліп кетеді деп қорқатындар да бар екен. Мынау сіз видеода көріп жатқан сарысы, ол әлі қанды жемеген, қанды ішпеген қандала. Ол қандала негізі баласы ақ болады. Қан жейтін шамаға келгенде, жасқа келген кезде оның сырты сары болады. Яғни біздің теріміздің түсіне ұқсайды. Қан жегеннен кейін ғана барып денелері қызарып, ішіне адамның қаны кірді ғой. Сөйтіп адамды 4-5 жерден шыға бастайды. Және адам ол кезде түнгі ұйқыдан қалады. Адамның жүйкесі тозып, сондай ашуланшақ келеді ол кезде. Оны бірінші байқаған кезде адамдар диатез деп содан емделіп жүреді. Содан біраз уақыт өтіп, қандала көбейіп алады. Сіз диатез деп зерттеп жүрген кезде қандала көбейіп алады. Мынау видеода қандала ненің диванның тігісінде отыр. Міне жүріп жатыр. Жаны бар, тірі. Мынау аппақ олардың жұмыртқалары, және қара майда тошкалар көріп отырсыздар. Олар осы қандаланың жұмыртқа қалдырған орындары. Осындай қара іздер қалады. Қандала барлық адамды бірдей шаға бермейді деп айтамыз көбінесе, бірақ қандала барлық адамды шағады екен. Осылай көзіміз жетті. Өйткені бір үйде болған, қандала үйінде қандала көп, бірақ үйде ешкімді шақпайды. Өздері білмейді. Қандала енді олар стенада өріп жүре бермейді. Олар тығылып жатады, обойдың астында, диванның астында, кілемнің астында, сондай жерлерде тығылып жатыр. Көп болды, бірақ үйде ешкімді шақпайды. Ал қандала тек қана адамның қанымен ғана тамақтанады. Денелері қып-қызыл. Жаңа қандала өзі қанға тойбаған, қып-қызыл қанға. Қандар свежий болды, ал адамдар оны сезбейді. Яғни адамның бәрін шағады, бірақ адамның денесі оны сезбейді. Сезіп жатқандар аллергичный адамдар, денелері қызарып, бөртіп, олардың жүйкесі тозып, тез ашуланшақ болады, сабырсыз болады. Олар денелерінде, яғни денелерінде аллергия тудырап жүретін адамдарда болады. Ал бір адамдар мүлдем шаққанын сезбейді. Олардың кожалары да қызармайды, шағып кеткенін де білмейді. Солай соны бағып өмір сүре береді. Және үйіне қонақ келген кезде ғана, егер қонақты шағатын болса, сонда ғана сол қонақтың келгенінен байқап жатады. Солай көбейіп жатқан себебі де қандаланың осы. Және қандаланың үйінде бар екенін білмейтін адамдар сол күйінде үйінен көшіп кетеді. Ал үйде қандала көп, ал келесі адам сол үйге келіп, немесе үйді сатса, сондай жағдайларда болып жатады. Және квартираны жалға беретін адамдарда бірінші квартираны кетіп қалған, білмейді, ол еш нәрсе жоқ, менде жоқ деп айтады, бірақ олардың үйінде қандала толып жатады. Оны келесі пәтер жалдап тұратын кісі келіп, сол кісіні қатты шақса, сол ғана байқап жатады. Сонда сұрақтар болады, неге айтпады, қалайша осылай өмір сүрді деп адамдар таңғалып жатады.
Оның себебі осы екен. Адамдар шаққанын сезбейді екен. Сондықтан білмейді, өзі қандаланы тасып жүргендерін білмейді. Қай жаққа барса да өздерімен бірге алып жүреді, бірақ оларды шақпайды, сезбейді, шаққанын сезбейді. Сондықтан үйде бір адамды шағып атса, ол да жақсылық секілді. Оны көбейіп кеткеннен гөрі шаққыса бірден байқап соны дәлірек жұмысын жасап жатады. Мына видеода мына столдар, осы кісілер ютубтан жан-жақтан оқып порошоктар сепкен. Гета деді ма, сондай порошоктар көп, от тараканов, от клопов деген порошоктар, соны жан-жаққа шашып тастаған. Бұл адамдар тамақ ішетін жер стол бар ғой, сол жер столдың не көрінді, жер стол екені. Осы жер столдың ішіне кіріп алған. Үйде басқа заттар бар, мысалға көрпе-төсектер бар, оларда да бар, бірақ ода да аз. Мынау ең жайлы жер осы шай ішетін стол болғандықтан осыған кіріп алған. Міне порошоктардың любой дәріні алып шаша бермеңіздер деудің себебі осы. Әр дәріні шаша берсеңіз, олардың да тығылатын орындары көбейіп кетеді. Бүкіл бөлменің, әйтеуір бөлмеде новый үйлер болса да трещина болады қабырғаларда. Сол жерлерге кіріп алса, ол қабырғаның ары қарай қаншалықты тереңге кеткенін білмейміз, соншалықты тереңдікте өмір сүре береді. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.